100 мыңдаған сахаба болды негізі. Сахабалардың саны 100 мыңға жуық болды. Баршасы Алла жолында жанымен, малымен күресті. Сол үшін де пайғамбар не дейді? Ла тасуббу асхаби, менің сахабаларыма тіл тигізбеңіздер. Сендердің біреулерің Ухуд тауындай алтынды садақа ететін болса да, менің сахабамның берген бір кішкентай садақасына татымайды дейді. Сондықтан олардың дәрежесі үлкен, себебі алғаш исламды таратып, исламның әлемнің түкпір-түкпіріне тарыдай шашылып, Мединаға көшудің өзінде де бүкіл малын Мусаб бин Умайр, Мединаның алғашқы ұстазы Мусабты білесіңдер ғой, Ухуд соғысында туды алып шығады, қолын кесіледі, екінші қолын алады, тағы былай ұстайды. Сол Мусаб деген жас жігіт негізінде байлыққа шалқып жүрген, бірақ бүкіл малын, байлығын, отбасын тастап, Алла жолында алғашқы мұсылмандардан болып Мединаға ұстаз болып келді. Қаншама қазір 14 ғасырда 1400 жыл өтті ме, содан бергі мединалық мұсылмандардың бүкілінің сауабы Мусабқа жазылып жатыр. Мысалы, әлхамдулилlah, көрдіңіз ба? Өйткені мән санна сүннатан хасанатан фил ислам, кім-де-кім исламда жақсы жол салса, жақсы ізгі нәрсені бастап кетсе, фалаху ажруха ва ажру ман амила биха, оған өзінің сауабын алады, кейінгілердің де сауабын алады дейді. Сондықтан мысалға Амр бин ал-Ас дейтін сахаба Мысырда алды. Мысырда қазір 100 миллиондай халық бар. Ал 14 ғасыр бұл қаншама миллион халық өтті. Бәрінің сауабын Амр бин ал-Асқа кетеді дегендей ғой.